ертегі елінде жазық далада бір үйшік болыпты. Ол үйшікті ең бірінші болып тышқан көріпті. Тышқан: пи-пи-пи, мен шиқылдауық тышқанмын. Бұл үйшікте кім тұрады? Ешкім жауап бермеді деп, тышқан үйшікке кіреді. Үйшік өте тар, кішкентай болғандықтан аңдар, жәндік, кең, үлкен үй құрастырып, барлығы қуанып, би билеп, дос болып, көңілді өмір сүріпті.